Сәлем достар, сіздермен мен Жанерке. Бүгін екі түрлі самса жасаймыз. Бірі сырмен, бірі фаршпен. Ол үшін бізге сыр, фарш, ұсақтап туралған пияз, әртүрлі дәмдеуіштер және слоеный тесто қажет. Ең алдымен ұсақтап туралған пиязымызды фаршымызбен жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде мен сиыр етінен жасалған фаршты алдым, оған азырақ май қостым, дәмі жақсы болып шығу үшін. Пиязымыз бен фаршымызды жақсылап араластырамыз. Егер фаршымыз азырақ болып қалса, тағы фарш қосамыз. Жалпы бұл жерде қолмен араластырған себебім, енді үйде барлығымыз осылай жасаймыз ғой. Ешкім үйінде перчатка киіп жүреді деп айта алмаймын. Азырақ бірінші қосып көретін боламыз. Тұзымызды, бұрышымызды, зирамызды бірден қосып жіберсеңіздер көп болып кетуі мүмкін. Жартысын қосып аламыз бірінші. Сөйтіп жақсылап бір араластырамыз. Сосын дәмін көреміз. Егер аз болып қалатын болса, қайтадан қосамыз. Келесі видеомызда мен сіздерге слоеный тестаны үй жағдайында қалай жасауға болатындығын көрсетемін. Ол да кәдімгі магазиннің слоеный тестасынан түк артықшылығы жоқ. Егер сол видеоны көргіңіз келсе, менің каналыма жазылып, подписация етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Енді жаңағы слоеный тестамызды жақсылап дөңгелек етіп жаямыз. Бұл жерде менің слоеный тестам жақсы толық ермеген. Сол себепті жабысып қалып жатыр. Жабыспас үшін азырақ ұн қосып жіберсеңіздер болады. Жалпы дөңгелек етіп жайсаңыздар тесталарыңызды, сонда самсаларыңыздың формасы өте әдемі шығатын болады. Самсамызды осылай үш бұрышты етіп әдемілеп түйеміз. Енді сырмен жасалған самсамызды алып түйеміз. Қамырымызды дөңгелектеп жайып, оған сырымызды қойып, жаңағыдай етіп түйсеңіздер болады. Үш бұрышты етіп түйсеңіздер болады, немесе басқаша етіп өздеріңіз қалауларыңызша түйсеңіздер болады. Бұл жерде мен сырды кубиктап турадым. Егер сіздер олай турағыларыңыз келмесе, үккіштен өткізсеңіздер болады, немесе жалпақ қылып турап қойсаңыздар болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді бұл жерде самсаларымызды әдемі етіп противеньге тіземіз. Жаңағы сыр мен еттің самсасының арасында разница болу үшін мен азырақ мақ қостым. Мақ немесе күнжіт қоссаңыздар болады. Подписация етіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.